алдыңғы сабақта жалпы айнымалы деген ұғыммен танысқан болатынбыз, және де біз өзіміздің алғашқы айнымалымызды жасап үйрендік. Ол username деген айнымалы, оның мәні сұлтан. Бұл жерде жалпы бұл қолданушының атын сақтау үшін арналған айнымалы, ол қолданушының аты сұлтанға тең. Ал достар, біз жалпы осы мысалды жалғастыратын болсақ, мысалы сұлтан деген бізде студентте болатын болсақ, оның жасы 20-да деп айтсақ болады. Let user age тең 20-да. Бұл жерде біз екінші айнымалы жасап үйрендік. User age деген бұл яғни қолданушының аты деп аударылады ағылшын тілінен, және оның мәні біз 20-ға теңестірдік. Көріп тұрғандай, бұл жерде айнымалыны сақтау, айнымалының мәні, яғни кез келген типті бола алады екен. Мына мысалда бізде айнымалы ол string типінде болады, яғни жолдық типінде болады, және сан типінде бола алады екен. Біздің студент сұлтан 20-да көргендей, оның бұны тексеріп көру үшін біз консольге шығарсақ болады. Console user age. Тексеру үшін Chrome браузерін ашамыз. Мінекей, біздің сұлтан деген студенттің жасы 20-да. Достар, ал келесі типпен таныссақ болады. Комментарий ретінде жазып қояйын. Булендік тип. Булендік тип деген сөз, бұл жалпы оның мәні, айнымалының мәні екі мән болады. Бірінші, ол true болады, не false болады. Айнымалының мәні екі ақ вариантта болады екен. Бірі true, не false болады екен. Мысал ретінде тағы да біз өзіміздің студентімізге оралатын болсақ, сұлтан деген, біз мынандай бір айнымалы жасасақ болады. Let is user student деген сияқты. Мінекей, біздің сұлтан деген студент па деп, сұлтан деген қолданушы студент па деп жатырмыз. Біз 20-да болғаннан кейін студенттердің жасы 18 бен 22 болғандықтан біз оны true деп сақтап қойсақ болады. Көріп тұрғандай, бізде мына жаңа үшінші айнымалы is user student деген айнымалы ағылшын тіліне аударатын болсақ, бұл қолданушы студент па деп сұрап жатырмыз. Біз жасына қарай, 20-ға қарай біз оны студент деп сақтап қойдық, яғни true деп сақтап қойдық. Яғни рас. Сұлтан деген біздің қолданушы студент екен. Мәнін тағы да тексеру үшін console log, мысалы is user student дегенді сақтап қойсақ болады. Мәнді көру үшін құрамға барамыз. Сұлтан деген студентіміз 20-да, және ол студент. Достар, тағы да бір пайдалы нәрсемен бөліскім келіп тұр. Ол инструментпен, мысалы console log type of деген арнайы оператор бар. Бұл жерге өзіңіздің айнымалыңызды жіберсеңіз жеткілікті. Бұл сізге сол айнымалының типін айтып береді. Қандай тип екен? Тексеру үшін браузерге барайық. Көргендей, сұлтан деген айнымалының негізгі типі, басты типі ол string, ал оның жасы 20-да. Сол студентіміздің жасын сақтап тұрған айнымалының типі number екен. Ал оның студент не студент емес екенін сақтайтын арналған айнымалының типі boolean екен. Және біз буулендік тип деп айттық. Достар, біз жалпы 3 типпен танысқан болатынбыз. Әрі қарай өзіміздің басқа да типтермен танысып, қолданып үйренеміз.